Бүгін Украина анаяса күніні қайдеті. Мемлекеттің esas қануны Верховна Рада мұстақилық илян етілгенінден 5 жыл соңыра 1996 сенесі июнің 28-інде саба саат 9-да қабыл етті. Музакирелер, илевелер ве идея үшін бір геже сарф етілді. Бұл геже нетижесіз олмасы мүмкін еді, чүнки бірінші парламентінің ең бұйық фракциясы коммунистер еді. Ве олар девлет тимсаляты ве тіліні қабыл етмеге істемейді. Украина девлетінің паспорты яратылмасы аққында икее невбетте кәлефқамызда. 1997 июльнің 16-сында Верховна Рада девлет суверенеті аққында беянаме қабыл етті. Тамам бұл весеқа олажақ Украина анаясасының ilk орнегі олды. Украина өзіні суверен девлет оларақ илян етті, ама Шуралар бірлігінде қалмаға девам етеді. Мұстақилік аққында қарарнаме бір елдан сон 1991 сенесі августның 24-інде қабыл етілді. Ама мемлекетті 5 ел Шуралар анаясасына реайет етіп яшамаға девам етті. Коммунистичні сили мали великий вплив. Коммунистлердің акимиетте тесірі пек бұйық еді. Мисал оларақ бірінші Верховна Радада мұхалефет тек Юз Народный фронт мембіслерінден еді. Қалғанлары яда коммунистлер, яда Русия тарафына ве оның мефкуресіне баққанлар еді. Шының үшін де олажақ девлет низамның esаслары оғырында көреш кете еді. Мұстақилік илян етілгенінден бірден сон мақсус тәшкил етілген комиссияны анаяса өзерінде ішіні башлады. Весеқа лейхасы 1992 сенесі ноябрь айында азыр еді. Верховна Рада қанун метініні омумхалық музакиресіне чықарды. Фақат весеқаны омерге кечірмеге он келмеді. Мемлекетте ичтимаи иқсади бухран үкім сүрмекте еді. 1994 сенесіне невбеттен тыш әм президент, әм парламент сайлаулары өткерілмесі тайынленді. Анаяса еснасы тек 1995 сенесі яңартылды. Протистояння було дуже велике між лівими силами і демократичними силами. Солжу ве демократик күшлер арасында қаршылық пек ве пек бұйық еді ве бұл вазиетні президент ве Верховна Рада арасында анаяса аңлашма тызып алеттеміз. Кені анаяса комиссиясы тешкіл етіле. Тамам бұл комиссия анаяса лейхасына азырлады. Март айында оны комиссия қабыл ете ве Верховна Рада бақылуына теклиф ете. Верховна Рада өз мақсус комиссияның тәшкил етті. Бұл комиссия теклиф етілген вариантларына екінші музакиреге азырлады. Весеқаға 6000 түзетме кірсетілді. Сессия залына рей беру үшін Весеқа июнның 27-сінде чықарылды. Бір күн зиеде мебіслер тоқтамадан чалышты. Весеқаның қабулы тілуіне қаршы коммунистлер ве социалистлер шықты. Олар екінші девлет тілі оларақ рус тілі қабул етілмесіні талап еттілер. Сабаға яқын девлет тімсәлері ве тіл ақында давалы моделер суалінде ұзлаштырыжы чезім тапылды. Вони чудово розуміли, що і символіка, і українська мова. Олар тимсалят ве Украин тілі яңы жемаатның esасы олғанына ғайет яқшы аңлай еділер. Ве олар асыл да анаяса олғанына істемейді. Чүнки бұл яңы девлетінің паспорты олғаны аңлай еділер. Ең чоқ анаясының 10 ве 20 мәдделері Қырым сатусы ве мүлкиет аққында қаршылық еді. Ама ақыр соңы бұны чезіп олдық. Июнның 28-інде саба саат 9-дан 18-даға кечкенде весеқа таздықланылды. 315 мебюс эбет деп рей берді. Тарихи весеқа қабул етілген сон залға тантаналы тарзда мавы сары байрақ кірсетілді.